Мұқағали Мақатаев. Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931-1976 жылдары өмір сүрген. Шын аты Мұхаммед Қали, қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын, өз заманында лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Мұқағали 1931 жылы 9 ақпанда Алматы облысы, қазіргі Райымбек, бұрынғы Нарынқол ауданының Қарасаз ауылында дүниеге келген. Ұлы жүз Албан тайпасының Шоған Абыз ұрпақтары Алжан руынан шыққан. Азан шақырылып қойылған аты Мұхаммед Қали. Әкесі қарапайым шаруашы, колхозда сушы, шалғышы болып істеген. Мұқағали үйдің тұңғышы болған. Оның артынан бір қыз және 3 ұл туған. Ақынның қарындасы мен алғашқы інісі ерте көз жұмған. Соңғыларының есімдері Тоқтарбай мен Көрпеш. Қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп, анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар өткендіктен, ақын тағдырдың ащы дәмін ерте татады. Неңді сенің аңсаймын, бала шағым. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. 1948-1949 жылдары Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті. 1948 жылы оқуын тастап, Шибут ауылында ауылдық кеңестің хатшысы. 49 жылы көктемде жары Лашынмен отау құрады. 49 жылы Советтік шекара газеті ақынның Қырман басында Қойшы бала, Әкітай деген өлеңдерін жариялады. 1950 жылдары Алматыдағы Шет тілдер институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 жыл Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның 3 өлеңі «Әдебиет және искусство» журналында жарияланады. 1957 жыл Республикалық радионың диктор қызметін атқарады. 1960-1962 Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 63-65 жылдар Мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдері институтының неміс тілі, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып, және Мәскеудегі Максим Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткерген аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. Ильич 1964, Армысыңдар достар 66 жыл, Қарлығашым келдің бе? Мавр 1970, Аққулар ұйықтағанда 1973, Шуағым менің 75 жыл атты жыр жинақтарын көзінің тірісінде жариялап үлгерді. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары, осының бәрін Мұқағали жас дарынға тән қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей, поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әр жүрекпен тіл табысар, сыршыл да шыншыл сезіммен, нағыз поэзияға ғана тән бейнелі образдармен бедерлеп өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Мақатаевтың шығармалары танымал өлеңдері «Үш бақытым»,
отан туралы. Шеше, сен бақыттысың. Шыда, шыда. Поэзия. Ғашықпын. Аққулар ұйықтағанда. Анашым. Шығармалары, танымал өлеңдері.